Жылдам ақпараттар жүйесуді жалғастырамыз. Барша қазақстандықтар көріп сақ болыңыздар. Жылдам мәлімдеме. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақстанда болып жатырған ең соңғы ресми жаңалықтарды алғашқы қатарында біліп отырыңыз келе ме? Ендеше арнамызға жазылып, осы видеомызға лайк басыңыз. Дәрігер құлпынайдың жасырын қауіпі туралы ескерді. Құлпынай аллергиялық реакция, қызару, терінің шуы, есек жемді және квенкенің ісуін тудырады. Бұл туралы диетолог Марият Мухина айтты. Маман сөзінше, бұл жидектің тұқымдары асқазан ішек жолдарының аурулары бар адамдар үшін қауіпті. Құлпынайдың қабығында бүршіктері бар дән көп. Бұл тұқымдар мүлдем қорытылмай шырышта қабықты жырып зақымдайды. Егер адамда гастрит, асқазанның 12 ішектің ойық жарасы болса, онда тұқым осы аурулардың өршуіне себеп болады. Сонымен қатар жидек зиянкестерден қорғайтын, денсаулыққа теріс әсер ететін химиялық заттармен өңделуі мүмкін. Ол бауыр мен бүйректің жұмысын бұзады. Дәрігер осындай мәселелердің алдын алу үшін құлпынайды күніне 200 грамм ғана жеуге болатынын ескерді. Бұдан бөлек маман күнделікті 8 дана құлпынай жеу есте сақтау қабілетімен көңіл күйді жақсартып, деменция мен депрессиядан қорғай алатынын айтты. Видеомыз кеңінен таралу үшін, барша тезірек хабардар болу үшін лайк баса кетуді ұмытпаңыз. Аптаның соңғы жаңалықтарын алғашқы нөміріңіз келсе, бізге қосылыңыз.